Балалар, қазір біз зерттеу жұмысын жасайтын боламыз, балалар. Жанартаудың атқылауын бірге зерттейміз, балалар. Мен сендерге өздерінің су ішіп жүрген құтыларына жылы суды құйып беремін. Мұқият қарап тұрамыз, балалар. Міндетті түрде жылы болу керек суымыз. Балалар, жылы су құйып жатыр, балалар. Ал енді балалар, асханада аналардың пайдаланып жүрген ас содасын суымызға қосатын боламыз. Ала қойыңдар. Тәйменен қосамыз. Ала қой. Тәймендеп әжелі ұстаймыз. Балалар, қазір қолымызға қасығымызды алып, бояғышты кішкене мөлшерде өзіміздің суымызға қосатын боламыз. Кәне балалар, ала қой. Ала қой. Аламыз. Нұрсан. Аламыз. Ибрахим. Аламыз. Разия, сала қой. Түсі қандай балалар? Қызыл түс болғандар. Енді қолындағы құралды алып, бұның ішінде аналардың пайдаланып жүрген ыдыс жуғыш, яғни сұйықтық. Сол сұйықтықты біз өзіміздің құтымызға не істейміз? Құятын боламыз. Әрқайсымыздың алдымызда тұр. Дәл осылай пайдаланамыз бүйтіп. Ала қой. Нұрислам, ала қой. Ибрахим, ала қой. Разия, ала қой. Ал балалар, енді қазір оригами әдісі арқылы жан-жағын дөңгелентіп, нені қойып шығамыз? Құмды қойып шығамыз, балалар? Қане бастайық. Құмды аламыз қолымызбен. Құмды аламыз. Құмның дөңгелете отырып, үстін басып шығамыз қолымызбен. Жарайсыңдар. Тамаша. Қауіпсіздік шарасын сақтай отырып, енді біз сірке суын үстіне құйып шығатын боламыз, балалар. Енді аламыз қолымызға құрамызды. Әрірек тұрайық, шамал балалар. Әрірек тұрайық. Балалар, нені жасадық? Жанартаудың атқылауын жасадық, балалар? Көпіршік болды ма? Тамаша, балалар.